Мартин Иден синдромы. Адамның рақаттанып өмір сүруіне кедергі, өмірдің мәні неде? Өмірді не үшін, кім үшін сүруім керек деген сұраққа жауаптың табылмауы дейді ғалымдар. Жауаптың табылмауынан ғұмырының екінші кезеңіне дайындықсыз өтіп кеткен елудегі ел ағасы қалған өмірі мен артық уақытын қайда жұмсарын білмей дағдарады. Франкльдің шәкірттері осы мәселені әрі қарай зерттей түседі. Элизабет Лукас мынандай қызық факті келтіреді. Ол Венадағы үлкен саябақта көңіл көтеріп жүрген ересек кісілерге анкеталық сұрақтар таратып, сауалнама жүргізеді. Соның негізінде мынандай қорытындыға келеді. Паркте қызық іздеп баратын ересек кісінің басым көпшілігі торығып жүрген адамдар. Олар жұмыстан соң үйге сыймай ұзақ оқыса, көңілдері жабырқай бастайды. Осы бойкүйез халден құтылу үшін еркектердің көбі паркте әткеншек теуіп балаша мәз болып шаршағанда отбасына оралады. Әлбетте, барлық бала асыр салып ойнағанды жақсы көреді. Студенттер паркке барып қыздармен қыдырғанды ұнатады. Жастардың желігіп, балалардың қызыққа құмартуы қалыпты құбылыс. Бірақ 30-дан асқан ер жігіт қызық қуалап, саябақта уақыт өлтірумен айналысса, жігіттің жан дүниесінде кемшілік бар дегенді білдіреді. Бұл психологиялық кемдікті инфантилизм, балалық шақта қалып қою деп атайды. Не үшін өмір сүру керек деген сұраққа жауап іздеп көрмеген адам өмірдің мәнін таба алмадым деп ойланбауы мүмкін, әрине. Алайда орта жастан асып, құмардың қызығы сарқыла бастағанда ер азамат өмірінің тұйыққа тіреліп, рухани тоқырағанын анық сезеді. Өмірдің бұлжымас заңы бойынша тұрмыстық деңгейлі жетістікті өмірлік мақсат етіп қойғандар рухани тоқырауға тез ұшырайды. Себебі орта жаста біраз биікті бағындырған соң бейне бір қу медиен далада қаңғып қалғандай жалғызсырап көңілі құлазиды. Психологтар бұл көңіл күйді Мартин Иден синдромы деп атайды. Джек Лондонның атақты романының бас кейіпкері Мартин есімді америкалық жас жігіт талантын барынша пайдаланып, өмірде үлкен жетістікке жетіп, қоғамның қаймағы саналатын зиялының қатарына кіргісі келеді. Сол үшін ұйқысынан 5 сағатқа дейін қысқартып, бос уақытының бәрін кітап оқуға арнайды. Жанкешті еңбегінің арқасында қысқа мерзімде мақсатына жетеді. Кедей кезінде бұрқыратып жазып тастаған әңгімесінің бәрі ойламаған жерден кітап болып басылып, даңқы жер жарады. Арман болған гонорар да өзен боп ағылып, қалтаға құйыла бастайды. Бас аяғы 5-6 айда мультимиллионер болып шыға келеді. Есесіне шылқыған жаңа өмір Мартинді тез жалықтырады. Атақ пен ақша пайда болғанда ғана қасынан табылғысы келетін арсыз адамдардың қоршауында қалады. Жаңа ортасы мен мағынасыз өмірінен жеркене бастайды. Ол өмірдің мәні не деген қарапайым сұраққа жауап таба алмай қапа болады. Әрі қарай не істерін білмей дал болған ол өзін теңізге тастап тұңғиыққа батып өледі. Ер азаматтың жасы 40-тан асқан соң рухани тоқыраудан туатын түрлі келеңсіз кикілжің асқына бастайды. Бір қарағанда өмірді үлкен белестің бәрі бағындырылған секілді. Студент кезінде арман болған қызметтің қызығы мен рақаты 40-тан аса бере қолға түседі. Кеше ғана аш құрсақ жүрген студент маман болып мойындалған соң баспана мәселесін шешпей қоймайды. Бастық болып бекіген соң қызметтен көлік беріліп, жеке шопыры айтқан жағына ызғып тұрады. Бұдан артық не керек? Ақиқатында өмір үшін шынайы күресті енді бастауға тура келеді. Себебі 60-70-ке жетіп, зейнетке шығамын дегенше кем дегенде 20-25 жыл тағы өмір сүру керек емес пе? Артылып қалған 20-30 жыл өмірдің жаңа мақсаты айқындалып, мәні ашылмаған соң жолы болған жігіттің өмірі кілт тоқтап бір орында тұрып қалғандай сезіледі. 20 жыл бойы тынымсыз қайталай беріп, меңгеріп алған кәсібін айна қатесіз істей бергеннен басқа жол жоқ. Осы қайталаудан ғана тұратын сүреңсіз өмірдің кесірінен жүрек түкпірінде бәрінен жалығу деген рухани кесел пайда болады. Жанын сұрықсыз ойлар тоқтаусыз кеміреді. Көп еркек бұл кезде жас шағында жіберген қателіктерін еске алып таусыла бастайды. Сол кезде үйте салу керек еді, бүйте салу керек еді деген секілді орынсыз өкініш көкірегін тырнап жатады. Рухани тоқырауға түскен ғарып жанның бәрі мынандай сезімді бастан кешетінін айтады. Адам жаны бейне бір ауасыз кеңістікке асылып тұрып қалған секілді.
Алға да жылжи алмай, артқа да кете алмай, қылпалақтап қараңғы кеңістікке қалқып, бет алды лағып жүргендей сезінеді. Не болмаса табан тірейтін түбі жоқ, қараңғы апанға құлап бара жатқандай қорқынышты сезімде болады. Өмірде жолы болып бастық немесе елге танымал болған құрдасын көргенде көп еркек жас кезімде қарап жүрмей, еңбектенгенде мен де осылар сияқты жүрер едім деп өзін-өзі қажай береді. Бірақ бұл жай ғана сылтау. Себебі адам өмірдің мәнін таппай жатып қарттыққа қадам басса, оның көңілін кірбің басып, үнемі алаңдап, әр нәрсеге көңілі толмай тұрады. Жас кезіңде қалай еңбектеніп, қандай жетістікке жетсең де өмірдің мәні не? Бойдағы күш-қуатты қай іске жұмсасам өкінбеймін деген сұраққа жауап іздемесең, рухани тоқыраудан қашып құтылмаймыз. Көпшілік қыз-келіншектерді кәріліктен қатты қорқады деп санайды. Расында бір қарағанда солай сияқты. Себебі нәзік жандылар бетін әжімнен қорғау үшін түрлі опа талап алып ақшасын аямайды. Алайда психологтардың зерттеуі басқаша. Ер адам дене пошымы күн санап сұрықсызданып, белден қалып, шашы селдіреп, түсі түсіп, денсаулығы сыр бере бастағанда сары уайымға салынып шөгіп қалады. Көбі еркек қашанда шыдамды болу керек деген талапқа сай, іші түтін болса да сырты жүнін қампайтып сыр алдырмай жүре береді. Сол үшін жасы 40-тан асып кетсе де 25 жасар жігіттің жеңсігін киіп барынша жас көрінуге тырысады. Ел ағасы деген атауға сәйкес салмақты сөз сөйлеп, кешірімді болып, жұмсақ мінез танытудың орнына күлдіргі анекдот пен жеңіл әңгімеге үйір болады. Ақиқатында олардың ішінде қарттық пен сырқаттың қорқынышы күн санап үдей түседі. Әйелге қарағанда ауру сырқау туралы мазасыз түстерді ер адам көп көретін болып шыққан. Сонда да болса көп еркек беріспей, мен әлі қартаймағанымды дәлелдеймін деп тыраштанады. Әлі де болса жастықтың жігері бойымнан табылып қалар деген үміттің соңы еркектің жас ашына іздеуіне апарып соғады. Алайда бұл кешігіп келген махаббат емес, қарттықтан безген сұрқия амал ғана. Жасырын кездесулер түбінде отбасының шырқын кетіріп, адал жарымен қарым-қатынасын бұздырмай қоймайды. Отбасындағы ырың-жырың ақыры шегіне жетіп, іштегі ірің жарылады. Осылайша жас кезінде отбасының бүкіл жауапкершілігі мен ауыртпалығын арқалауға міндетті болған ер азамат 40-50-дің ортасында ажырасып масқара болады. Ажыраспаған күннің өзінде отбасындағы сыйластық, ерлі-зайыптар арасындағы нәзік түсінік пен құрмет сезімі ізім-қайым жоғалады. Логотерапиямен айналысқан ғалымның бәрі бір ауыздан бір фактіні мойындаған. Ер адаммен салыстырғанда рухани тоқырауға әйел заты аз ұшырайды. Себебі әйел азап шегіп, сәби көтеріп, оны мәпелеп өсіріп, өмірін өзге біреуге арнайды. Өзгелер үшін өмір сүретін адам рухани күйремейді. Әйелдер алдымен ата-анасына қызмет етеді, сосын отбасын құрып күйеуінің жағдайын жасайды. Азаматына қызмет етіп, рухани азық алып отырады. Тұрмысқа шығып бала көтеруден, күйеуіне қызмет етуден бас тартып, мансап қуалаған әйелдер орта жастан асқан соң, олардың да Мартин Иден кеселіне шалдығуы мүмкін. Европалық ғалымдардың осы ойларына таң қаламын. Бұл біздің де қоғамда болып жатқан құбылыс. Ғалымдар себебін тарқатып жазған проблеманың бәрі Құдайдың құтты күні біздің де басымыздан өтіп жатыр. Қазақстанда адам көңілінен жалығу, торығу сезімдері торлағанда тым болмаса Европадағыдай уақытша болсын алданып қыдыратын көңілі парктер мен әдемі әткеншектер жоқ. Қалада тұратын ер азаматтар 40-тан асқан соң саунаға барып бильярд ойнау деген жаңа кезеңге келіп кіреді. Бильярд тұрмақ моншасы жоқ ауылдағы еркектер бұл торығу сезімін көбіне арақпен тұншықтырады. Сондықтан ауылда ішкіштер көп. Керісінше, ауылдық жерде ауыр тұрмыс кешіп жатқан әйелдер өмірден түңілу, үйден безіну деген рухани сырқат жоқтың қасы. Себебі олар ешқашан жеке басының рақаты үшін өмір сүрмейді. Балаларды жетілдіру, күйеуді күту, қартайған ата-ененің жағдайын жасау секілді жан кешті қызметтер жанды жегідей жегізетін сұрақты басып тастайды. Өзің үшін емес, өзге үшін өмір сүргенде ғана өмірдің мәні ашылады деген ұлы қағиданы бейсана түрде орындап, рухани тоқыраудан аман қалады.